Siz жалғыз жататын қабірге барасыз. Ол қабірде сізді кім күтіп тұр? Ағайын, қабірде кім күтіп тұр? Біз құдалыққа барып үйреніп қойғанбыз. Қазір құдалар әжіпті бір жартылай қояды. Қазір қарта болады. Отырамыз, ішеміз, жейміз. Бірақ қабірде де сондай күтіп отыр ма екен? Құдан күтіп отыр ма екен? Арақпен күтіп отыр ма екен? Колбаса, сосиска бар ма екен? Қалың көрпеше бар ма екен? Жоқ, ол жер мұздай. Өте мұздай. Ол жерде сізді екі періште күтіп тұрады. Бенде өлмейтіндей өмір сүріп едің, келдің ба? Адамның екі анасы болады дейді. Бірісі өзінің анасы 9 ай қарнында көтеріп, аман есен туып дүниеге келтіреді. Екіншісі мына дүниеде жүргеннен кейін қалай жүрген болсаң, солай сені қабыл қылып алатын адамның екінші анасы жер ана болады. Ал енді мына жердің үстінде жақсылап жүрген болсаң, мына аяғың дұрыс жүрген болса, арам ішпеген болсаң, зина қылмаған болсаң, пара алмаған болсаң, ұрлық қылмаған болсаң, жер ана, қош келдің. Аллахтың бендесі. Қош келдің. Ал мына дүниеде ішкенің арақ болған болса, істегенің зина болған болса, алғаның пара болған болса, сөйлегенің өтірік болған болса, ләнеті. Өлмейтіндей жүрген едің, қаны келші менің. Оттан болған қардыма дейді. Қара, оттан болған қардыма. Дүниедегі ең қатал түрмелерді де отыра аласыз, тұра аласыз, жүре аласыз, бірақ қабірде отыра алмайсыз. Қабірде отыра алмайсыз, қабірде тұра алмайсыз. Қараң, адамзат ана басырып қалған уақытында қиналады, жатып ұйықтамады, қиналады, тұра алмайды. Бір адам бір тұрғыз жіберсе келіп, болып сонда тұра алмайды да. Қараңыз, қабір туры сондай болады. Бірақ ол қабірде сұралынамыз, қош. Ең бірінші Раббың кім деп сұралынады. Ең бірінші Раббың кім, сенің құдайың кім деп. Бізді құдайым ақша деп тұрып жүрген қанша адамдар жүр. Құдайым менің ақшамен любой шешемін. Қаласам жыртам, қаласам сындырам деп атқандар. Тәкәббар. Қара. Енді сындыра алмайсың. Енді сынасын осылды. Раббың кім? Раббым Аллах деген адам, Раббым Аллах дейді. Bir gün bir kişi geldim, ayağı şanın kuruldu, şişeğin деп durdu. Себебі ол шишенің ауызы шишенмен толып қалған. Ауызы жалғыз шишен, енді құлап қалғанына бисмилла дейтін адам болатын болса, ол барлық жерде Раббым Аллах deyiladi. Дінің не деп сұрайды? Дінің не деп сұраған уақытында дінім ислам деп кім айталады? Сол исламмен жүрген адам айталады. Сол намаз оққан адам менің дінім ислам деп айталады. Кітабың не деп сұрайды? Кітапты өмір бақи қолыңа алмағансың, қайтып кітабың Құран деп айталасың. Өмір бақи қолыңа Құранды ұсталмағансың, қолыңда Құран болған емес. Неше түрлі өсекші кәсеттерді оқыдың. Бірақ Құранды бір рет ашып оқи алмадың. Мұсылманның баласысың. Ата-бабаң мұсылман болған еді. Баяғыда әдемі дұғабаларға орап, түкшеге көтеріп қойған, сол Құранды олар оқитын еді. Оқитын адамда қалмады. Не деп айтасың? Кітабың Құран деп айталар ма екенбіз, ағайын? Пайғамбарың кім деп сұралынады? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп айту үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннәтімен жүруіміз керек. Салаты жаназа. Ағайындар, ойланайық. Әже біреудің көңілі үшін келмейік. Ойланайық, қазір мәйт шығып жатыр. Ертең бүкіл менің мәйтім шығатын шығар. Қараңыз, өз аяғыңызбен бармаған едіңіз қабірлерге, мешіттерге. Қараңыз, мұны атты қараңыз, ағаштан болған ат. Оны бөтен көтермейді, өзіңнің балаң көтереді, өзіңнің туысқаныңнан көтереді. Қараң, мешітке барғандардың үстіне күлген едік. Міне енді қазір мәйт шығады. Мәйтті алдымызға қояйық та, бір азғана ойланып, жаңасы оқиық. Ассаламу алейкум.